Көп балалы ана Зиуар Жұманова осы уақытқа дейін вакцина салдыруға қарсылық білдіргендердің бірі. Өйткені қыста тұмауға қарсы екпе алған кезінде ауруын асқындырып алған. Оказывается, сол кезінде кішкене мұрны ағып тұрды. Сол кезінде ана ауырған кезінде сразу үстіне салғаннан кейін ол уже наоборот реакция ойнап кетеді екен ғой. Елордалық келіншек вакцинаға деген қарсылығын бір ғана екпемен байланыстырмайды. Айтуынша, түрлі мессенджерлердегі ақпараттар да оның санасын әбден улаған. Түрлі анау жаман ақпараттар бар ғой. Сол ақпараттарды көргеннен кейін енді адамның жүрегі қорқады ғой. Ойлайсың, действительно мынау вакцина біздерді өлтірейін деп жатыр ма? Түрлі ақпараттар жан-жақтан келеді деп. Сонымен біздерді кәдімгі жүректеріміз қалмайды, мынау не біздерді кім қырайын деп жатыр. Сонда органды беріп жібереді деген ақпараттар бар оның ішінде. Өкінішке қарай, мұндай алып қашпа әңгімеге сенетіндер вакцинацияға қарсылықтарын түрлі әрекеттермен көрсетуде. Өз кезегінде Зиуар Жұманова да белсенді топпен бірге екпеге қарсы акция өткізбек болған екен. Негізінде 2 чат аштық, вакцинаға қарсы шығамыз деп қыздар айтты. Қарсы шығамыз, керек емес, балдарға да салады. Ертең балдардың бәрін органға тапсырады. Ана крематория деген бар ғой, сол крематорияны да сол үшін дайындап қойыпты. Уже барлығымызды өлімге дайындап жатыр, органдарымыз сатады деген әңгімелер көп, шынын айтқанда бар ғой. Анан қарап отырсаң, уже қайсына уже сенеріңді білмейсің, шыны керек, не? Алдында сол вакцина салады дегеннен кейін уже акция ұйымдастырды даже ана ненің бәйтеректің қасына. Флешмоб, давайте онда флешмоб шығасындар ма, кім шығады деп. Мен бір өзім шықтым, шыны керек. Вакцинаға қарсы? Вакцинаға қарсы флешмоб ұйымдастырайық деп. Вакцинаға қарсы сол флешмоб ұйымдастырайық деп не қылып едім, ешкім не қылған жоқ, но өзім шықтым. Зиуар Жұманованың тұңғышы бүгінде Алматы облысында әскери борышын өтеп жүр. Көп балалы ана алғашында ұлының вакцина алуына барынша қарсылық танытқан. Алайда екпе салдырған сарбаздардың түгелдей дін аман екеніне көз жеткізген ана ақыры рұқсатын беріпті. Қазір уже екінші вакцинасын да алды, тым жақсы жүр, как положено, кәдімгідей полигонда жүрміз деп мақтанып қояды. Аллаға шүкір, дін аман, кәдімгідей как положено. Наоборот, как будто ол баланың организмі жақсарған сияқты, былайынша қарап тұрсам. Мен қайын жұртымда, қайнағамда, қайынымда бәрі алды. Абысыным да алды. Туыстарымның бәрі алды. Жұмыс істейтіндердің бәрі. Аллаға шүкір, дін аман, соған қонам, шыны керек, не? Ауруханада өмір мен өлім арасында жатқан адамдардың жағдайын өз көзімен көрген көп балалы ана бүгінде ойының өзгергенін айтады. Енді қазір мен вакцинаға қарсы емеспін. Шыны керек, қарсы емеспін. Адамның даже хрипі естіліп тұр ғой. Қалай демалып отырғаны, қалай ентігіп отырғаны. Мына хрип шиқылдап тұр, кәдімгідей демала алмай тұрыпты. Ана көзіммен көргеннен кейін, конечно, мен мысалы қорқам. Ертең оны олай сыртқа аналар шығып кетсе, сосын барлығына жұқтырсақ, ертең бәрі шиқылдап ауырып өліп жатса, сосын кім кінәлі? Мен өзім мысалы кінәлімін деп ертең есептеймін. Потому что мен өзім қой құрсын деп аяғым тарттым. Содан кейін мен не қылмаймын деп вакцинаға қарсы шыға алмаймын. Потому что мен балам сау, Аллаға шүкір, қайын жұртым дін аман, соған шүкір деп отырмын, шыны керек.